Баршаңызға сәлем. Бүгін кесесімен бірге желініп кететін өте дәмді, керемет осындай ыстық тағам түрін дайындайтын боламыз. Міндетті түрде сіздер де дайындап көріңіздер. Алдымен қызып тұрған майда етімізді қуырып аламыз. Үстінен сәбіз, біраз қасық томат пастасын салып қуырамыз. Ірілеп туралған қызанақ саламыз және туралған сәбіз, картоп, дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып тағы да қуырып, аздап су құйып, астын басып, орташа отта 20 минуттай тындырамыз. Қамыр инелейміз. Суымызға бір жұмыртқа, тұз және ерітілген сары майды құйып араластырып, електен өткізілген ұнды салып қамыр илейтін боламыз. Бізде жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығу керек. Қамырымызды илегеннен кейін бірден кесеміздің яғни санына қарай бөліп аламыз. Бұл жерде мен 5 бөлікке бөліп алдым. Осындай шай ішетін кіші кеселерге жасайтын боламын. Ешқандай да қорқудың қажеті жоқ. Кеселеріңіз сынбайды, еш нәрседе болмайды, жабыспайды. Яғни кесенің үстінен бір майла жіберіп, дәл осылай кесенің өлшемімен бірдей етіп қамырымызды жайып алып, кесенің сыртынан яғни жапсырып формасын шығарып, осылай кигізіп дайындайтын боламыз. Яғни пешімізді алдын ала қыздырмаймыз. Ешқандай да қыздырудың қажеті жоқ. Противенге салғаннан кейін барып қана пешті қосатын боламыз. Барлығы міне осылай өлшеп дайындап аламыз. Міндетті түрде май жағуды ұмытпаңыздар арасына. Сол кезде кеседен оңай алынатын болады. Енді бәрін осылай противенге қойып, үстінен жұмыртқаның сары уысын жағатын боламыз. Және әр кесенің үстінен күнжітпен немесе қара седанамен әрлесеңіздер болады. Мен бұл жерде өзім қалауымша осындай қара седананы септім. Еш нәрсе сеппесеңіздер де болады. Енді пешімізге салып 180 градуста қызарғанша, яғни 15 минуттай пісіріп алатын боламыз. Өзіңіздің пешіңіздің қызу жылдамдығына қарай қойсаңыздар болады. Біреудің пеші қатты қыздырады, біреудікі жай қыздырады. Сол себепті өзіңіздің пешіңіздің қызу жылдамдығына қарай қараңыздар. Менде осылай пісіп шықты. Өте керемет, ешқандай да жабыспайды. Кесеге еш нәрсе де болмайды. Жуылғанда да оңай кетеді. Уайымдамасаңыздар болады. Бір мезгіл осындай ерекше етіп тағам түрін жасап көрсеңіздер болады. Тіпті ет жемейтін балаларыңыздың өзі жеп қоятын болады. Бетіне осындай мен туралған көк пияздан септім. Енді жаңағы пісіріп алған етімізді, яғни салмасын осы кеселердің ішіне салып, әр адамға осылай тарелкаға салып ұсына берсеңіздер болады. Кесесімен бірге жеп қоятын өте керемет, ерекше ыстық тағам болды. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп, қоңыраушаның үстінен басып кетіңіздер және осы видеоны қолдап, лайк басып, пікірге өз ойларыңызды қалдыра кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын және осы видеоны достарыңызға, таныстарыңызға әлеуметтік желілерде поделиться етіп бөлісуді ұмытпаңыздар.